Ұстаз деген ұлағатты атауды көргенде өзімді күні бүгінге шейін шәкірттей сезінемін деген екен. Шәкірттердің талайын тәрбиелеген ұлағатты ұстазымыз студиямызда қонақта Ләззат Ғұбайдоллақызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Ләззат Ғұбайдоллақызы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізде қуаныштымыз. Сізді келе жатырған ұстаздар күнімен мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мектебіміздің ашылғанына биыл 20 жыл толып отыр мерейтой. Сол мерекеңізбен шын жүректен студиямыздың атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы енді осы біздің ұлықтаймыз жобасына келген ұстаздарға бәріне бірдей қойылатын бірінші сұрақ, ол ұстаздық жолын қалай бастадыңыз деген бағытта болады. Енді жалпы сізге қазақ тілі маманы, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде осы жолға қалай келдіңіз? Сізге осы қазақ тілін таңдауға үйдегі ата-аналардың септігі тиді ме, жоқ әлде өзіңіздің бір жүрек түкпірінде қазақ тіліне деген бір патриотизмдік сезімнің болғанынан қазақ тілін таңдап келдіңіз, сол жөнінде айтып берсеңіз. Енді ана тілге деген құрмет, сүйіспеншіліктің барлығы да негізі отбасынан басылады, ата-анадан басылады деп түсінемін. Менің де осы әдебиетке, сөз өнеріне сүйіспеншілігіме ықпал жасаған ата-анам. Ата-анам, әкем де шешем де сөз өнерін қатты қадірлейтін, өздері сөз өнеріне жақын, ақын жанды адамдар болатын. Әкем жаңағы айтылмайтын жерде айтпағанмен де кейін өлең шумақтарын жазып, есігіне іліп кетіп жүретін, сондай сөйлегенде әзіл-оспақпен ел аузына қаратқан адам болды. Енді анам өлең жырларды, бұрынғы ақындардың жазған өлеңдерін жатқа мақаммен айтып отыратын. Жалпы отбасымыз әдебиетке жақын болды, үйімізде жаңағы кітаптар қоры мол болатын. Өзім кішкентай кезімнен бастап, сол түсінбесем де сол кітаптарды оқуға құштар болдым. Әңгімелерді сүйетін едім. Сондай сүйіспеншілік енді мені осы әдебиет әлеміне ұстаздыққа алып келген шығар деп ойлаймын. Демек, бұл кішкентай кезіңізде сонда кітаптарды оқисыз, бірақ мағынасын дұрыс түсінбейсіз, бірақ сонда да оқи бересіз. Иә, сонда да оқи беремін, себебі соны түсінсем екен деген құштарлық болды. Сол кездегі шығатын ұлан газеті, Балдырған журналының жаңағы текшелеп, кішкентай кезімнен солардың бумасын жасап, түсінгенімді оқып, кейбір өлеңдерді суреттерімен қиып алып, альбом жасап, балалық сондай құштарлығым болды. Әлгі біреулер сурет салып, немесе басқа бір нәрселерді жинау әдеті болса, менің жаңағы өлең жыр, оларды жинақтау сол менің сүйікті ісім болатын. Керемет. Жалпы сол кішкентай кезіңізден кітапқа, жыр шумаққа деген өзіңіздің сүйіспеншілігі болғанын айтып отырсыз. Бұл мұғалім болу, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалім болу сіздің бала кезіңіздегі арманыңыз болып тұр ма сонда? Жоқ әлде басқа да армандарыңыз бар ма? Жаңағы сөз өнеріне деген сүйіспеншілігім мені бертіңгеде оқушылық кезде жазушы болсам деген арманға алып келді. Өзімнің алдымдағы ағаларым да ақын еді, осы әдебиет саласында жүрді. Сондықтан болар жазушы болсам деген арманым болды. Өзімнің қиялымда түрлі бейнелер, түрлі суреттер жасап, соны қиялыммен, жазбасам да қиялыммен ой елегінен өткізіп жүретін едім. Ішкі әлеміммен, ішкі жүрегіммен сырласып, сол жаңағы әдеби сөздер, бұрынғылардың айтқандары барлығы да сол жүрегімде сүйіспеншілікпен орнады. Енді сол арманым бұлар осы ұстаздық жолға алып келді. Жазушы болмаған менде сол сөз өнеріне деген, әдебиетке деген құштарлығымды ұстаздық жолмен жалғап, балаларға сол әдебиетті сүюге, әдебиет жүрегімен түсінуге, сол арқылы халықтың жүрегін түсінуге, соған қызмет етуге, тәрбиелеуді сол өзіме арман еттім. Осы мектептің ашылған кезде, 20 жыл бұрын, сіз осы мектепке қалай келдіңіз? Сізді шақыртумен келдіңіз бе, жоқ әлде өз еркіңізбен осында жұмысқа тұрам, қазақ мектебі ашылып жатыр деп келдіңіз бе? Сол жайында айтып берсеңіз. 2000 жылы осы мектеп ашылғанда қуанышты жағдай болды.
ол кезде 37-ші мектепте мұғалім болып жүрдім. Мектеп ашылғаннан кейін балалар осы мектепке ауысты, менің сыныбымда ауысты, жетекшілік етіп жүрген. Сол сыныбыммен бірге ауысып шақыртумен келіп орналастым. Мұнда келгеннен кейін балалар жан-жақтан көп болды, сынып көп болды. Сол сыныбымды жалғастырып кеткен ештеңем жоқ, басқа сынып алып, сол балалармен қоян-қолтық жұмыс жасап кеттік. Сол кезде бір қызығы мен қиыншылығы болатын кез, ұбт басталып жатқан сәт, сол 20 жыл бойы, сол кезден бері қарай ұбт-ға балалар тәрбиелеп, балаларды дайындап келдіңіз. Сол кездегі ұбт-ның қиындықтары туралы айтып берсеңіз. Ол кез ұлттық бірыңғай тесттің басталған кезі, сыныпта жаңа балалар көп болды, барлығы да сол ұлттық бірыңғай тестке қатысып, армандары биік болды, барлығы да барып тапсырғысы келді. Сол өздерінің қабілеттерін шыңдап, еңбектеніп, әзірленіп, сол барлығы да ұлттық бірыңғай тесттен өте жоғары бала алатын. Ол кездегі ұлттық бірыңғай тестке әзірленуіміз бір үлкен майдан сынды. Балалардың барлығында ниеті, құлшынысы жақсы болды. Сондықтан да ұлттық бірыңғай тестте сол жинайтын 30 балдың, сол кем дегенде 27-30 балын балалар жинап келетін. Сол бір пәнге деген құлшыныс, қуанышты жағдай еді. Қиыншылығымен бірге қуанышы да болды дейсіз ғой. Әрине. Жақсы, енді осы жалпы ұбт-дан жинаған балдар бойынша осы мектептің атын түлек болып бітірген кезде жақсы жағынан шығарған шәкірттеріңіз бар, алтын белгіге бітірген, жалпы өзіңіздің салаңыз бойынша мәнерлеп оқудан түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орынға жетіп мектебімізді көркейтіп отқан шәкірттеріңіз аз емес. Сол жайында бір азын-аулақ айтып берсеңіз. Иә, мектепті алтын белгіге бітірген мақсаты биік оқушылар өте көп болды. Бірен-саран емес, 5-6 баладан алтын белгіге ұсынылған балалардың барлығы да үлкен жоғары көрсеткіш көрсететін, және сол оқушылардың барлығы да әдебиетке қатысты байқауларға соқпай кеткен емес. Барлығы да шығарма жазу байқауы немесе мәнерлеп оқу байқауына қатысып, жүлделі орындарға ие болып, осы мектептің мәртебесін арттыруға үлкен үлесін қосты. Сейілханова Жанна деген оқушы, Ержан Мерлан шығарманы өте шебер жазатын еді. Қалекеш Құндыз, Тыналиева Сымбат сынды оқушылардың әдебиетке құштарлығы мол болды. Осы талай байқауларға қатысып, мектебіміздің мәртебесін арттыруға үлкен үлесін қосты. Қазір де биік мақсаттарына жетіп жүр деп ойлаймын сол оқушыларды. Сонымен қатар балалардың өлеңге деген құлшынысы жақсы болды. Өлең оқуға деген, өлең оқып, мәнерлеп оқу байқауларында үздік шыққан балалар бар. Наубеков Бақытжан деген оқушымыз болды. Ақын, өлең шығарады, әрі өлеңді де жақсы оқиды. Баймағамбетова Қымбат деген оқушым болды. Шығарма жазудың шебері, әдебиетке құлшынысы өте керемет болды. Талай олимпиадаға қатысып, қалалық олимпиадаларда жүлделі орындарды алған оқушылар. Енді осы үрдіс бері қарай келе жалғасын тапты. Оқушылардың мәнерлеп оқуға, өлең оқуға, әдебиетке деген құлшыныстары жақсы болды. Сондай сүйсінткен оқушыларымыз Бақтығали Шыңғыс деген оқушы, мәнерлеп оқудың майталманы. Күні кеше мектеп бітіріп кеткен Ағнажимов Беркін, Сәлімжан Аңсаған деген оқушылар мәнерлеп оқуға деген сүйіспеншілігі өте жоғары болды. Сәлімжан Аңсаған өлеңді жүрегімен оқитын. Мектеп бітірер кезде сол Абай еліне барып, Семей топырағын басып, үлкен байқауға қатысып, Абай оқулар байқауына қатысып, бір қанаттанып келген кезіміз болған. Керемет. Ғұбайдолла Ағзен, осымен біздің бағдарламамыз аяғына таяп келді. Сізден осы студиямызға келіп уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыс, осы айтып отырған сынды шәкірттеріңіз көп болып, сізді биік белестерден бағындырып, сізді тек соларға қарап, менің шәкірттерім деп марқайып отыруды жазсын. Енді алдағы уақытта бізде ұстаздар күні төл мерекеміз келе жатыр. 20 жылдық мектебіміздің
толып отырып, сол жөнінде бір әріптестеріңізге деген, ұстаздарға деген бір өзіңіздің тілегіңізді арнасаңыз. Иә, енді қазақ мектебі болғаннан кейін, жалпы елімізді өркендетуге үлес қосатын жас өрендерді тәрбиелеп жатқаннан кейін, балалар кішкентай күннен ана тілінің уызына жарып өссе екен деген тілек. Мектепке келгенде де сол ана тілінің құдіретін сезініп, сөздің мәнін ұғып, оны жүрегімен қайталай алатын, сезімтал, ұлты үшін еңбек ететін жеткіншектер тәрбиеленіп шықса екен дейміз осы мектептен. Енді осы мектеп білім ордасы, мұнда жас ұрпақ тәрбиеленеді, білім алуымен қатар оларды ұлтжанды ұл-қыз тәрбиелеп шығаруда міндетіміз. Мектебіміз осы жолда өркендей берсін, қанатын кеңге жая берсін. Шәкірттеріміз, саналы шәкірттеріміз көп болып, оларда ұлтына еңбек ететіндей азаматтар болсын. Әріптестеріміз кейінгі өзімізден кейін еріп келе жатқан жас ұстаздардың қадамдары әрдайым сәтті болып, ұстаздық жолда еңбектері жана берсін. Шәкірттерінің ыстық ықыласына бөлене берсін. Мектебіміз күннен күнге түлеп, еліміздің алдыңғы қатарлы жастарын тәрбиелеп шығуға үлес қоса берсін деген тілек бар. Бәрекелді, тілегіңіз қабыл болсын. Осымен Ұлықтаймыз бағдарламасы сөз аяғына жетті. Студиямызда қонақта болған 20 жылдық тарихы бар Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы мектептің ірі тұлғалы ұстазы, қазақ тілі жанашыры, жалпы көптеген шәкірттерді тілге, жалпы тіл жағына жанашыр бола білген, ардақты да осы мектептің дамуына бірден-бір қазақ тілінің дамуына үлес қосып жүрген Ләззат Ғұбайдоллақызы. Ұлықтаймызда келесі кездескенше аман сау болайық.